іс-қимыл берді. Мұса ақсақалдың мінезін көрсете отырып, оған қамқор болып жүрген Нұржібек ананың көршісі бауыр басып кеткендігі, таң жарық, қолынан келгенше барынша үлкен қарияға қол ұшын беруге әрдайым дайын екендігін көрсете отырып, яғни осының бәрін бір түйінге жинап, ауылдың тәрбиесі қаншалықты жоғарыда тұрғанын көрсеткіміз келді. Яғни қаладағы қазіргі қоғам мен ауылдың тәрбиесін көрсетудің амалын қарастырдық. Бұл жерде бізде бастысы әрине қажылықты жеткізу болды. Біздің айтқымыз келгені бұл фильм жайлы. Қажылық өте бір жауапкершілік, оған бару да, барып келу де ұлы бір құлшылық екенін жеткізуді мақсат еттік. Мұса Сәдуақасов. Иә. Біз заңға бағынамыз. Заң қателікті кешіре алмайды. Кешірерсіз. Менің қолымда басқа шара жоқ. Келесі. Маңдайына қатты тиді. Аэропортта үлкен жүк арқалап келді. Жаңбырдың астында. Сол жүкті арқалап келіп тұрып, ашынбады да осы. Адам баласы бұл жалғанда көп нәрсен армандайды. Бірақ бәрі бір Алланың қолында. Солай қабылдады. Бұл өмір. Бұл өмір. Ақсақал, сіздің қажылыққа баруыңызға Құдайдың өзі кедергі келтіріп тұрғанша? Тек. Қиындық тудырған бір сәт сол, жаңа өзім ұстазым Оросхан ағайым екеуміз жаңбырдың астындағы екеуміздің диалогымыз. Құдайға шүкір. Шүкір Құдайға. Үлкен бір шешімге келетін эпизод. Тегі Мұса атадан менің үйренгенім азға қанағат, барға тәубе, жоққа сабыр деген. Осы үш нәрсені мен осы кісіден үйрендім деп ойлаймын. Осы жұмыс барысында. Ойланып барып кесу, қанағат қылу, тәубе деу, сабыр жасау. Меніңше бұл образ осы үш нәрсесіменен қызық па деп ойлаймын. Фильмге ол кісі толығымен беріліп ойнады. Сценарийдағы, образдағы шалды, Мұса ақсақалды Оросхан ағаның көзінен көрдім. Сендей жақсы көршіні Алланың берген сыйы деп есептеймін. Екеуі бір-бірін іштей сезінді, көзінен түсінді. Алланың нұры жаусын саған. Бір-бірінің біріне деген құрметін, біріне деген сыйластығын, адалдығын, біріне деген жаңа көршілердің татулығын жалпылай тілімде жетпей отыр, шынын айтқанда. Ол кісінің көзінде жас тұрды, рахметі сол көзінде тұрды да. Соңына дейін сценарийімізді ойдағыдай алып шықты. Менің есімде қалғаны бір керемет жақсы жері бар. Ол Шолпан қарындасымыз екеуміздің қажылыққа барам деп дайындалып, ихрам киіп,
ол арман. Ол барама, бармайма әлі белгісіз, ол арман. Арманы бар адам екен. Сол эпизод маған қатты. Қандай бола ма? Иығынан кеудеңізге тұрып басын екі қабылыңыз. Фильмде қызығы. Мен келем, ол кісі менің атым Жомарт, ол кісі шатастырды да. Ай, Таңжарық қалың қалай келдің бе? Жоқ, апа, кешіріңіз, мен Таңжарық емес, мен Жомартпын деймін. Содан ол кісі күлді. Одан кейін мен күлдім. Содан кейін бір-екі дубль сондай болып кетті. Кейін режиссер, болды енді сіздерге ұрсам деп өзімізден жас жігіт қойдым. Амансыз, папа. Айналайын, шырақ, мамам да. Мұзарек. Амансыз, папа. Қалай жүрді? Жақсы, ама. Жақсы. Амансыз, папа. Амансыз, папа. Енді фильмде қызық оқиғалар көп болады. Өйткені сол жаңағы кейде өзіңнің бір инициатива наказуемо дейді ғой. Өзіңнің бір жасаған нәрсеңде өзің таяқ жеп атасың. Мен продюсер болғаннан кейін сол алдында бүкіл түсіруші топтың алдында жүріп, соларға кедергі келмейтін, осылардың осы топтың түсірілімі тоқтап қалмайтын жағдайдың барлығын ойлап реттеуге тырысасың. Ауызбіршілік болып бәрімізде де бір әдемі табиғатта жақсы жерде түстік. Бір көңіл күйіміз, ешқандай кедергілер де болған жоқ. Бәрі орында көңілден шықты. Режиссердан бастап, жазылған сценарийдан бастап, түсіріп атқан оператордан бастап, қасымызда жүрген бүкіл жаңағы балалардың сондай иман жүзділігі маған ұнады. Киноның 99% мен ойлаймын режиссердің еңбегіне байланысты. Режиссердің көзқарасына байланысты, оның характеріне байланысты. Елдің игілігіне жарап жатса, мен тек қуаныштымын. Фильмнің ең соңғы кадрында мен бір ой қалдырғым келді, және айтқым келді. Жер бетіндегі біз пенделер не жасасақ та, яғни жақсылық жасасақ та, жамандық жасасақ та, бәрібір Алла тағала көріп тұр. Бұл фильм өте тәрбиелік мәні бар. Қазіргі жастар көретін фильмнің бірі деп есептеймін. 80 жылдардан бері қарай Голливудтың фильмдарының кез келген киносының көбісінің аяқ жағында немен бітеді? Өздерінің туын көтеріп, басты герой жүрегін ұстап бітеді. Мен елім үшін жанымды беруге дайынмын деп бітеді. Бізге де сондай кинолар керек қой деймін. Осы киноға түсу арқылы өзімнің бір бойымдағы бір кемшілігімнен арылған шығармын. Өзімнің бір жетпей жатқан бір тұстарымды мүмкін дамытып жіберген шығармын. Оны бір ауыз сөзбен айту мүмкін емес. Ең бастысы кино маған көп нәрсе берді. Қазақ өнерінің сілтесе семсері, қорғанса қалқаны болатын жігіттер. Әлі Алла қаласа талай фильм түсіреді деп ойлаймын. Істейтін істер көп. Егер Аллах тағала соған жеткізіп жатса, сол белестерді бағындыруға бір мүмкіншіліктер туып жатса, көрермен әлі талай біздің фильмдерімізбенен, талай дүниелерімізбенен қауышады ғой деген үмітпен емес, сеніммен айтамыз.